Алматы облысында 10 шақты ауыл жұрты қара суды кредитке алатын күнге жеткен. Өйткені апта сайын 5 тонна суды 20 мыңға сатып ішуге айлықтан артылмайды дейді. 3 айдан бері тамағы кеуіп, бақшасы құрап, бала-шағасы кір қожалақ болған тұрғындар алдына келген шенділерді тура түтіп жеді. Уәдесінде тұрмайтын атқамінерлердің өздерінде су бар, сол үшін бас қатырмайды дейді. Ақыр аяғы округтың әкіміне сенбей, ауданның басшыларын жолды жауып тұрып шақырды. Әбден ашынған ағайынмен Гүлназия Мейірханқызы тілдесіп келді. Жылда осы мезгілде 3 ай болды су жоқ. Ми қайнатар ыстықта мұқым елдің мұңы да мұқтажы да су. Халық әбден ашынған, өйткені 3 ай бер жағы қыста қатып, жазда тоқтап күйдіреді. Тасығаны тасып, ақшасы бары сатып алады, жетпесе кредитке тонналап бөшкесін толтырады. Бүгін ақыры болмаған соң құдық басына жиналды. Округ әкімі келіп еді, сөйлету бұлай тұрсын, шөлдеген жұрт жағасынан алды. Тоқтаңыз. Бірінші холодильник. Біз бірінші холодильник аламыз. Каспийге кредитке 10 жабамыз, стиралка аламыз. Енді кешен алдында телевизор күйіп кетті. Оны міне, тоқтаңыз, оны Каспийге тағы заказ бердік. Енді оны төлейміз. Суымыз жоқ. Адам сияқты бізге Каспиретті водовоздарға Каспирет ашып беріңіз, біз Каспиретпен ала берейік бәрін. Шенділерге елдің өкпесі орынды. 10 елді мекенде су жоқ болғанымен, округ әкімдігі отыратын Райымбек ауылында тіршілік нәрі мүлдем тоқтамайды деп күйінеді. Ал Қарақалыққа аптасына 2 рет су көлігін жібереді, онысының проблемасы бітпейді. Сондықтан су тасушы мекемелер де дәнігіп алған. 5 тоннаны 25 мыңға құйып кетеді. Онысы бір аптаға да жетпейді. Соляркасы жоқ. Соляркаға ақшасы жоқ. Өзіңіз білесіз соны прекрасно сол проблеманы. Біздер бесплатно алмаймыз. Соның өзін зорға әкеледі, вторник, пятница. Қадағалап тұрады бүйтіп, қанша алдың деп бүйтіп. Понимаете, бұл деген дұрыс емес қой. Аптасына 2 рет келеді, вторник, пятница. И то соның өзін жалынып шақырамыз, жалынып. Келмейтін күндері болады еще. Бұл 10 елді мекеннің бәрі Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округіне қарайды. Халықтың 70%-ын жекеменшік компания сумен қамтамасыз етеді. Бірақ мердігер төбе көрсетпеді. Ал жұрт атқамінерлерден мардымды жауап ала алмадық деп, орнын босатуын талап етті. Тіпті Қарасайдың ақжағалыларын алдарына келуін сұрады. 10 жыл болды мен тұрғаныма, 10 жылдың біз ардауын көріп келатырмыз. Бұл қашанға дейін жалғасады? Кім жауап береді? Айтыңызшы. Мына кісі жауап бере ма? Қанағаттанбадым мен, жауап не болмаса орнын босатсын. Шөлдеген жұрттың құрғақ сөзге шөлі қанбайды, тағы ашуы тарамайтынын біліп, ақыры ауданнан әкім орынбасары келді. Сумен қамтамасыз ететін мекеме кезінде мемлекеттікі болған. Тек оны ұстау бюджетке тиімсіз әрі ауыртпалық салған соң жекенің қолына